Сәлем, достар. Бүгінгі видеода көпшілігімізді мазалайтын бір мәселені, қайызғақтың пайда болу себептері мен одан қалай құтылуға болатынын талқылаймыз. Егер қайызғақтан шаршасаңыз, немесе шашыңыздың терісін жақсартқыңыз келсе, мына бейнені соңына дейін көріңіз. Қайызғақ деген не? Қайызғақ бұл бас терісінде үсікті жасушалардың тірі теріден тәулігіне шамадан артық бөлініп, ақырлы қабыршақтар түрінде көрінуі. Адамдарда қалыпты жағдайда бұл процесс байқалмайды, бірақ кей кезде үсіп кету жылдамдап көзге көрінетін пішінге айналады. Қайызғақтың негізгі себептері: малассезия саңырау құлағы. Бас терісіндегі майлы ортада малассезия түріндегі саңырау құлақтар шамадан тыс көбейеді. Ол жасушаны ыдыратып, қабыну тудырып, келесі күні қабыршақталуды күшейтеді. Тері құрғақтығы. Қатаң сусабындар, суық климат немесе шашты сирек жуу бас терісінің қатты құрғауына әкеліп, қайызғақтануға себеп болуы мүмкін. 3. Себориялық дерматит. Кадр, қызарған қызылдақтар мен тері. Сөйлеу бұл май бездерінің шамадан тыс белсенділігі. Қабыну, қызару және көлемді ақырлы қабыршақтар пайда болады. 4. Өмір салты мен стресс. Кадр, күнделікті күйбең, компьютер алдында стресстік адам. Сөйлеу, жаман тамақтану, стресс, ұйқының бұзылуы барлығы иммунитетті әлсіретіп, қайызғақтың күш алуына ықпал етеді. Үй жағдайында жасай алатын қарапайым жолдар. 1. Себумен күресу үшін сапалы сусабын. Аптасына 2-3 рет цинк перитион немесе кетоконазол бар антидайдырf сусабын қолданыңыз. 2. Шай ағашы майы, tea tree oil. Кадр. Үшбітелге шаш үлгісі. Сөйлеу, шай ағашы майын сусабынға бірнеше тамшы қосып жуыңыз. Ол саңырау құлаққа қарсы әсер береді. 3. Алма сірке суы, apple cider vinegar. Кадр. Алма сірке суын ерітінді дайындау. Сөйлеу, бір қатынаста су мен алма сірке суын араластырып, бас терісіне 5-10 минутқа жағыңыз, сосын шайыңыз. Теңгерімін қалпына келтіруге көмектеседі. 4. Алоэ вера гелі. Кадр. Алоэ вера жапырағынан гель алу. Сөйлеу, алоэ вера қабынуды азайтып, ылғалдандыруға септігін тигізеді. Жергілікті түрде жағып, 20 минуттан кейін жуыңыз. 5. Тұз немесе содамен скраб. Кадр. Ұсақ тұзды сүрту. Сөйлеу, бас терісіне жұмсақ массаж жасап, өлі жасушалардан арылыңыз. Жууды ұмытпаңыз. 1. Жылымық су мен жұмсақ массаж. Қатты су шашты құрғатады, массаж қан айналымын жақсартады. 2. Шашты тымыстық емес сумен жуу, құрғақтықтан сақтайды. 3. Артық химиялық әсерден аулақ болу, түсті өзгерту, тікенді сусабындар. 4. Стрессті азайту, йога, медитация, жеткілікті ұйқы. Егер үй жағдайындағы амалдар көмектеспесе, қышымайтын күйіп кетсе, теріде үлкен қызылдақтар немесе жаралар пайда болса, дерматологқа жүгініңіз. Сонымен қайызғақ жиі кездесетін, бірақ дұрыс күтім мен қарапайым шаралар арқылы жеңілдетуге болатын мәселе. Пікірде өз тәжірибеңізді бөлісіңіз, қай жол тиімді болып жатыр. Лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеода жаңа пайдалы кеңестермен кездескенше сау болыңыздар.